кешенді оқыту технологиясын адами капиталды дамытудағы рөлі деген тақырып кішкене күрделеу болғанмен бұл мәселе қазір мемлекеттің ең бір өткір саясаты, көкейтесті проблемасы. Оны президентіміз Назарбаев 2012 жылы жыл сайынғы халыққа жолдауында бізге бағыт берген, 10 бағыттың 7-ші бағыты осы адами капиталды дамыту деген. Сол себепті бұл тақырып сіздерге таныс деп ойлаймын. Ал енді конференцияны ашу үшін бүгін сөзді Оразақызға Нұрша Алжанбайқызына береміз. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, қазақ тілі теориясы мен әдістемесі кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, Кіші ғылым академиясының вице-президенті, Сатлай кешенді оқыту технологиясының авторы. Сіздер естімеген бір жаңалық қосайын деп тұрмын. Алматы облысы Райымбек ауданының құрметті азаматы. Райымбек ауданының құрметті азаматы Нұрша Алжанбайқызына сөз кезегін берсек, біздің конференциямызды ашып берсе, ары қарата жалғастырамыз. Қымбатты ұстаздар, бағана дейін айтып жатырмыз ғой, үлкен шара, мына жылда 2 күн өткізетінбіз. Бірақ мына алыстан келген ұстаздарымыз бар, ертеңгі сабақтары бар, Астананың мұғалімдері бар, сондықтан сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу үшін бұл биыл бір күнге бәрін жинастырып отырмыз. Мен қуаныштымын, былтыр алдыңғы жылы келгенде есенғұттарына кішкене ренжіп кіреді, мына Астананың мұғалімдері қандай өзі пассив қой деп кішкене өкпесін білдіретін. Өкпе білдіретін жайы бар, себебі мен бір кездерде осы технологияны жасап жүргенде тоқырауға ұшыраған жылдарым болды. Бұл кімге керек, неге керек, қазаққа бұндай жаңалық керек емес екен деп қолымды бір сілтеген кезде осы есенғұттарына шақырып мен білмеймін деп өздерінің ауданы қайда, облысы қайда, сөйтіп әйтеуір басымның ауған жағына автобусқа отырып барған жайым бар. Сонда барсам 20 мұғалімді жинап қойып, өзі бастап, оғынға дейін 20 технологиямен айналысқан екен. Көптеген авторлармен жұмыс жасаған. 21-ші технология болып мен бар. Сонда енді келгенше қонақ үй алады, келгенсін үйге сүй алады дегенде, мен үй алып барсам, өздері мені сынап отыр екен. Қалай бұл? Біз мұншама 20 технологиямен жұмыс жасаймыз. Бұл технологияның қандай өзіндік ерекшелігі бар, не береді деген сияқты өздерінің үлкен бір іштерінде ойлары бар екен. Мен де сондай дайындықпен бардым. Өзі ол кезде есенғұттарына сол Тарқысқұл ауданындағы әдістемелік кабинеттің меңгерушісі болатын. Бір жағынан соншалықты аудитория жиналып, өзі қатысып отырғанын мен де жауапкершілікті түсіндім. Сөйтіп 5 жыл бойы біз жұмыс жасадық сол ауданда. Мен ай сайын баратынмын. Мен ол кезде докторантурада жүрген уақытым болды. Сондықтан ай сайын бұл кісілер ашық сабақтар өткізеді, аудандық, облыстық семинарлар. Соған барып, үлкен мен шынын айтқанда, көсіледі мен де көп нәрсені үйрендім деп айта аламын. Сөйтіп менің докторлық диссертациямды қорғаған кезде, неофициальный оппонент дейді, сондай оппонент болып, бүкіл ғалымдарға осы технологияның мұғалімдерге беретін 10 түрлі жетістігін санамалап бергенде, ғалымдарымыздың өзі тоқтаңыз, осы жерден тоқтап қалыңыз деп есенғұттарына әрең тоқтатқан. Сондықтан бұл кісі менің жаңағы ғылыми атағы болмаса да, маған үлкен жетекші, ақылшым деп айтамын. Осы тақырыпты таңдағанда да маған осы елбасымыз 2012 жылы осындай тақырып қозғаған екен ғой. Бұл неге білім саласында айтылмай жатыр. Осыны бір қозғайықшы, мұғалімдерге бір ой түрткі болсын дегеннен кейін біз осыны биыл ертеректен бастадық. Сайтқа тақырыптар туралы салдық. Енді соның бәріне үн қостыңыздар, сіздерге көп рахмет мұғалімдеріміз. Көп сіздер өстіңіздер. Мен әрине бұл технология демеймін, жалпы өздеріңіздің іштеріңізде жүрген дүние ғой. Соны ары қарай кішкене де болса өзінің көмегін берген шығар, сіздерге ойларыңызға ой қосқан шығар деген. Сондықтан да бүгін сондай бір емен жарқын сіздермен ой бөлісеміз деп ойлаймыз. Біздің алға қойған үлкен мақсаттарымыз бар. Сіздерге бұрыннан да айтып жүрміз, бұл технологияның теориялық негізін өзіміздің алашарыстары жасап кеткен екен. Бірақ өкінішке орай біздің ғалымдарымыз көбінде
осы кісілердің әдістемесіне, педагогикасына, психологиясына жүгіне бермейді. Біз әлі де шеттен үйренгенді жақсы көреміз. Бізде қазақтарда сондай дүние жасалмаған сияқты болып көрінеді. Ал енді осы кісілердің, енді мына кітапты мен сіздерді ойлаймын, жата жастан оқиды деп. Осыны беріп отырған спонсорымызға мыңда бір рахмет айтып береді. Мен ала салған күннен бастап оқып отырып, шынын айтқанда кей жеріне көзіме жас алып оқыдым. Неден сондай жаңағы қазақ айтады ғой, аттың жалында, түйенің қолында жүріп қанша дүние жасаған, қанша тіл меңгерген, бір бастарында қаншама әрі ғалым, әрі жазушы, әрі журналист, әрі жаңа оқулықтың авторы. Енді оқып отырсаңыздар көп нәрсе аласыздар. Сондықтан да біздің 2017-де алға қойған үлкен мақсатымыз бар. Осы кісілердің осы білім саласындағы еңбектеріне қарай бет бұрсақ деген. Бұл енді мынау бастамасы. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін. Енді мына мектептің көріп отырсыздар, бір жыл толмастан жатып, мына сыныптардың ішін көрдіңіздер, жалпы мектептің ішін көрдіңіздер. Бұл мектептің басшысы енді қаланың мұғалімдері біледі. Ал жалпы шеттен келген мұғалімдерге айтатынымыз, жас осы Астана қаласындағы директор Жеңіс Өтемханқызы. Былтыр өзі мынау кейде ер азаматтарды айтып алып орындамайтын бір ойлар болады ғой. Ол кісі апай, мен сізге амандық болса келесі жылы үлкен бір кабинет арнаймыз, соны ашамыз, сонда жұмыс жасаймыз деген еді. Міне өзінің сондай қысылтаяң уақытта жұмысты бастап беріп еді. Осы мынау завучтарына рахмет айтқым келеді. Басшының айтқанын қалт етпей, жаңа қазақ айтады ғой, ерінің емеурінен түсінеді деп. Сол ана жақта жатса да осы қыздармен күнде хабарласып, бұл қыздар ол кісінің айтқан әрбір сөзін керемет қабылдап, өзінің орнын жоқтатпады. Кеш айтады, қап, мен өзім болмай қалдым, самолетпен ұшып барсам да бір күнге барып беруім керек дейді. Бұндай басшылар өте аз, өздеріңіз білесіздер. Білімге көңіл бөлген, мұғалімге көңіл бөлген, жалпы оқудың сапасына көңіл, жасыратын жоқ. Ол біз қанша жерде болып жүрміз ғой. Сондықтан да осындай жас басшылар мектепке келе берсе, жаңашыл басшылар келе берсе деп ойлаймын. Биыл 9 сыныбына түгел осы технологияны кіргізді. Оның өзі үлкен ерлік деп ойлаймыз. Ашыла салып технологияны кіргізу, ол кез келген басшының қолынан. Эксперименттен тыс, 70-ші мектеп, 72-ші мектеп, сол сияқты жаңа басқа да қалалардан келіп жатқан мұғалімдерімізге мыңда бір рахмет айтқым келеді. Сіздердің осы технологияны қолдап, жыл бойы жұмыс жасап, біздің осы білім саласындағы жасап жатқан кішкентай ғана еңбегімізге үлес қосып жатқандарыңызға көп рахмет айтқым келеді. Енді мынау алдағы келе жатқан демалыстарыңыз біз сәтті өткізіңіздер, оқулықтарыңыз өте жоғары деңгейде аяқтаңыздар. Енді бір жеріміз артып кеткен шығар, бір жеріміз кем кеткен шығар, бір келіске сыншы көп дейді ғой. Және істелген жұмыста қателік болмайды. Ал егер жұмыс жасамай отырсақ, онда біз қателік жібермеуіміз мүмкін. Сондықтан алдына сіздерден сол жіберген қателіктер болып жатса кешірім сұраймыз. Сіздер көп ой түйді деп ойлаймыз. Келесі жаңа оқу жылына үлкен жоспарлар жасайтындай үлкен мақсатпен кетіп бара жатыр деп ойлаймыз. Жезқазғаннан бірнеше мұғалім келіп отыр. Жанаргүл деген біздің сіңліміз, сол мектептің оқушы жөнінде орынбасары, директор де өте тамаша кісі. Келесі жылы экспериментке кіреміз деп былтырдан бері бұл кісілер шаршамай, шалдықпай келіп, былтыр біздің семинарларымызға қатысып, қоя қолдық жұмыс жасады. Сондай былтырғы семинарларымызға келген Екібастұздан Ботагөз деген кішкентай біздің мұғаліміміз өзі бастап, апасы бар металлист, екеуі бізсіз өздері қалалық олимпиаданы өткізіп, соның жеңімпаздарын алып келіп отыр. Ботагөз, рахмет саған. Міне енді Талғарда айтып отырмыз, Талғарда бір 49 мектеп деген бар, өзі шетте, бір елеусіз, бірақ та соның директоры Алмагүлдің өзі мен қайсар қыз деп ойлаймын. Мен бірінші шығамын, ертең гимназия боламын деген арманы бар. Мәкен көмектеседі деп ойлаймын, Мара Валерьевна, сіз енді қолдайсыз. Сондықтан болашақта үлкен бір жақсы қазақтың балалары, қазақтың иісі аңқып тұратын гимназия, дәл осы мектеп, сондай мектеп. Осы мектеп жұмысты болсын, Алмагүл саған, қадамыңыз құтты болсын, бірнеше мұғаліммен, қаншама оқушылармен келіп жатсың. Сәттілік тілейміз. Біз мына жерде отыр, Жанар деген қыздарымыз бір кезде де жақсы айналысқан.
мектеп қолдамаса да, басшы қолдамаса да, өздері шығып жүрген қыздарымыз бар, батыр қыздарымыз. Сіздерге де рахмет айтқым келеді. Жаңағы Қытыркөл біздің жолдасы соңында қатты ауырып, ота жасалып жатса да келіп бізге бір жағымызға шығып көмектесіп жатыр. Бұның барлығы апай тек осы технология үшін келдім дегеннің өзі бізге күш қуат береді. Рахмет сіздерге. Мынау конференцияның тақырыбы кішкене күрделі болғандықтан оны 8 блокқа бөлдік. Бірінші кішкене ой шақырып алайық мына тақырып туралы. Кішкене қысылмайық, белсенділігімізді арттырайық. Ойменен ой шақыру деп атадық. Ал енді бір 3-4 сұрақ болады сіздерге. Қысылмай ойларыңызды қысқа нұсқа етіп айтсаңыздар. Тақырып адами капиталды дамыту. Сол сапа кешенді оқытудың рөлі адами капиталды дамытудағы. Ал адами капитал дегенді қалай түсінеміз? Бір ауыз сөзбен ойларыңыз. Ол ақша емес, ол не финансовый капитал? Адами капитал. Дұрыс, дұрыс білігі. Өте жақсы. Келеді, дұрыс. Мәдениет дамуына жағдай жасау деуге болады. Жағдай жасау. Сіз қалай ойлайсыз? Капитал жөнінде мынандай бір анықтамаларға сенуім келеді. Жалпы адами капитал жөнінде былай деген анықтамалар бар екен. Адами капитал жұмыскердің еңбек ету мүмкіндігін, олардың еңбегінің жемісті болуын, еңбек өнімділігі мен сапасын көтеретін білім, білік, ілім, тәжірибе нысанында адамдарға салынатын капитал. Адами капитал заттық, яғни жеке капиталдан сатылмауынан, сатылып алынбаушылығымен, тек қана адами капитал жасаған қызметтер ғана сатылатындығымен далаланады. Яғни адамның жасаған дүниесі сатылады, бірақ адамның өзі сатылмайды деген әңгіме екен. Енді осы ретте мен бүгінгі өткен шарамен байланыстыратын болсам, мына орыс ғұламаларының ішінде мынадай деген нәрсені айтыпты. Өте бүгінгіге өте сәйкес келеді. Мен өзім жасаған дүниемнің ішінен сызып алдым. Былай дейді: капиталды жасау кезінде екі жақты көбейткіш нәтиже береді дейді. Екі жақты көбейткіш нәтиже береді. Ол өмірде нақты орын алады дейді. Оның мәні мынада: оқу үдерісінде тек оқитын адамның ғана емес, сонымен бірге оқытушының да мінездемесі мен қабілеті жетілсе, өсе түседі. Ал кейіннен біріншісінің де, сондай-ақ екіншісінің де табысының өсуіне ықпал жасайды. Мысалы, бүгінгі мысалдың өзінде мінекей балаларды дайындадыңыздар, бәрі марапатталды, орын алды, қалай олалап қуандық, артынан сіздің де еңбегіңіз бағаланып, сіз де не істедіңіз? Марапатталдыңыз. Бұл ертең сіз аттестациядан өтсеңіз, ертең бір жерге өзіңіздің дәрежеңізді көтергіңіз келсе, яғни сізге не жасайды деген сөз? Ықпал жасайды. Сонда капиталдың өсуінің өзі екі жақты көбейткіш болып табылады екен де, өзінің бір өзіндік орны бар екен. Ал енді мына осы туралы біз негізгі құжаттарға сүйенеміз ғой. Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылға арналған мемлекеттік білім беру дамытудың бағдарламасы бар. Сол жерде де мына 21 ғасырдың екінші 10 жылдығында дейді, адами капиталды дамыту мақсатында жұмыс жасауымыз керек деген нәрсені айтып отырмыз. Адами капиталды дамыту негізінде жұмыс жасауымыз керек деген нәрсені айтады. Ол білім сапасы. Яғни біз сапалы білім беретін болсақ, біздің қазіргі болашақта экономиканы дамытатын, соның орнықтылығын қамтамасыз ету осы адами капиталмен үйлесер екен. Себебі экономиканы жасайтын адам. Ал ол адам біздің бүгінгі мектепте отырған балалар екенін елбасы өзі сызып айтып берген. Болашақтың кілті бүгінгі мектеп партасында отырған балалардың қолында деп. Ал олардың тағдыры ұстаздардың қолында дейді, екі жақты нәрсе. Яғни сонда жаңағы мемлекеттік бағдарламаның ішінде де айтып бізге нұсқау берген нәрсесі екінші 21 ғасырдың екінші 10 жылдығы деген осы жыл, 15 жыл, 20 жылға дейінгі бағдарлы сол адам капиталын дамыту. Ал ол ретте енді өздеріңіз көздеріңізде жетіп жатыр. Мына білім беру технологиялар және орысша Алжанбайқызы дұрыс айтып кетті. Біз ана алыстағы шетелдегі нәрселерге қол созамыз деп. Бұл жасыратын жоқ. Біз енді саясатқа қарсы келмейміз. 3 деңгейлі оқыту деген нәрсе бойынша біразыңыз курстан өткен шығарсыздар. Бірақ сол курсты біздің институт базасында өтіп жатыр. Бірақ қарап отырсаңыздар, миды шірітіп, жаңағы ат шаптырып, той жасайтын дүние жоқ ол жерде.
Адамның миы айналатындай дүние жоқ. Былай қарасаңыз кешке шейін ән салу, кешке шейін топқа бөліп жұмыс жасау, одан қол шапалақтау, сондай ғой кино көріп, киноны талқылау. Ол жерде біз таза бүйтіп балаларға әдістеме жағынан білім беру жағы ақсап қалып жатыр. Кейде ондайдан өтіп барған, енді осы жерде отырған әріптестер болса, 3 айлықтан өткен, құлақтарын алқысырға, кейбір 3 айлықтан өткен қыздарымыз шалқасына түсіп, мен 3 айлықтан өткен дейді екен. Ешқандай да нәрсе емес. Ол деңгейіңізді көтеру үшін өттіңіз, мысалы. Ал енді мен мұғалімдерді сөйтіп айттым, өз деңгейіңді көтеру үшін, ақшаны көтеру үшін өттім. Былайша айтқанда, жапақ. Тура айтамыз, тура айтқан туғанға жатпайды деп жексұрын боламыз. Ал енді ол өзінің әдістемелік жағынан, жаңағы баланы жан-жақты дамыту жағынан курс оқыту үшін ол арнайы өзінің пәні бойынша курстан өту керек. Мысалы, ана жерде деңгейлік бағдарламаға барып жүрген қыздар білім жетілдіріңіздер, ол жерде бастауышта отыр, ол жерде орыс тілде отыр, ол жерде ағылшында отыр, ол жерде тарихта отыр. Бірақ сіздерге жеке баланы мынандай әдістемемен дайында деген әңгіме жоқ. Жалпылама баламен жұмысты қалай ұйымдастыру керек, солай. Өтірік болса, енді үшінші қыздар айтсын. Жоқ, сіз деген не сіз қарсы келіп отырсыз десеңіз, енді айтыңыздар, бірақ ол деңгейіңізді өсіріңіз. Дұрыс. Жоғары жақын университетіне қарсы келмей шетелге келіп деп жұмыс жасауыңыз баршылық. Бірақ дегенмен мен ойлар едім, өзіміздің отандық технологиялар бар. Сол технологияларды пайдалану негізінде біз адами капиталды әдемі дайындап шығаруға қолымыз жетеді. Қол жетімді нәрсе деп бүгінгі шараны айтуға болады. Мінекей тамаша, бәріңіз біршама деңгейлеріңіз өсті. 3 айлықта алмаған грантын алдыңыздар. Алдыңыздар. Қол жетпейтін кітапқа да ие болдық. Мінекей рухани байыды. Жалпы кедейлік деген болады, рухани кедейлік. Рухани кедейлік біздің ой өрісіміздің жұтаңдығы. Кедейдің өзінің неше түрге бөлінеді ғой. Сонда біздің мына рухани кедейлігіміз ең керегі рухани кедей болмайық. Мысалы, жоғарғы оқу орындарына арналған сөз болу керек. Студенттерді бір шетелдік ғалымның несін оқыған мен. Студенттерді тамаша білім алу үшін терезенің әйнегі таза болу керек деген. Міне, тазалық, яғни ой тазалығы. Өнеген кедейліктің белгісі дейді, мына кірленген баста деп айтады екен. Кірленген баста дегенде сатырлатып, шампунның түртірімен, неше нәрсемен жуас шашын қылады. Бірақ кір деген сөз мына мидың кірлеуі. Егер миымыз кірленсе, миымыз жаңа кір басса, әшейін анаған құрып беріп, жұтаң өмір сүретін болса, онда біз рухани кедейміз, рухани кедей болса, өзіміз бай емеспіз, өзіміз бай емес болса, алдымызда балалар да қалай бай емес деген сөз. Сонда мен ойлаймын, адам капиталын дамыту, мынау сіздер мен біздердің қолымызда. Тамаша. Жеңілдірудің қажеті жоқ. Жеңіс Күлкәлі, 1 минут. Техника қосылып жатыр. Саламатсыз ба? Қалың қауым сізді күтіп, сіздің сөзіңізді күтіп отыр. Мен біраз сіз туралы мәлімет айттым. Енді жан жақтан келген мұғалімдер сізді тыңдайын деп отыр. Конечно же, огромное спасибо Малой академии, в том числе Валентина Федоровна сегодня, я думаю, она присутствует сегодня у нас, и Наталья Ивановна, наверное, здесь, оттуда было полторы огромное спасибо вам. Последние годы вы проводите у нас в Астане Олимпиады. Спасибо вам за доверие в основном. Қалған еді мынау әрине енді әрқайсыларыңыз туралы енді тағы да біліп танысып жатармын. Талғардан мектептің директоры келіпті дейді. Басқа да облыстан, басқа да қаладан келіп жатқан барша қонақтарға мен үлкен рахметімді айтқым келеді. Бүгін біздің Астанаға мынау біздің өзіміздің сүйікті апайымыз Шалжанбайның технологиясын одан ары қарай дамытып ертеңгі елдің болашағын жоғары дәрежеде сапалы білім алуда тәрбиеленген барша әріптестерім бүгін сонау активлетіп Астанаға келіп жатқан әріптестеріме үлкен рахметімді айтқым келеді. Енді өздеріңіз біліп, Астананың жағдайын естіп жатырсыздар ғой, соңғы 3 жыл
біздің астанада бұл технологияны қалай айналысып жатқанымызды және жыл сайын мектептерде бұл технологиямен айналысып жатқан мектептердің саны көбейіп жатқан өздеріңізге байқап көріп жатқан шығарсыздар. Сондықтан ең бірінші енді нұршалдың сізге де үлкен рахметімді барша отырған қонақтардың атынан, әріптестерім атынан, мектебімдегі оқушыларым атынан үлкен рахметімді айтқым келеді. Себебі шынында да бұл технологияның бізге беріп жатқан пайдасы, бұл технологиядан біздің үйреніп жатқанымыздың қаншалықты жоғары екенін, бізге қаншалықты пайдалы екендігін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бірақ енді мен ойлаймын, мына қазіргі өңірлерде, республикалық өңірлерде жаңағы курстар жұмыс осында жаңағы бүкіл шетелдіктердің технологиясын, соларды ендіру, олардың жұмыстарының әдіс-тәсілдерін көрсетіп жатқанда қарап өзім ойлап бақылап күні бойы бүгін тағы да отырмын да сонда шетелден келіп жатқан бірде-бір әдісті технологиялардың барлығы біздің қазақстандықтарға ешқандай келмейтін. Шетелдің жаңағы әрбір баласын жеке-жеке бір адамның оқытатындығы туралы айтып жатыр да, біздің қазақстандықтардың біздің Қазақстанның әрбір азаматының жауапты екендігін ешкім айта алмайды. Мысалы, осы Қазақстандағы осы технологияменен жалпы Қазақстандағы білім сапасын басқа шетелге барып неге мысалы оқытпасқа? Себебі жаңағы шетел Япониядағы жапондықтардың да ресейліктердің де әрбір жеке-жеке баланы оқытатындықтарын айтып жатыр да, сонда шетелдіктің кез келген балаларын алыңдаршы, ешқандай сапа да жоқ, содан кейін сауатсыз ғой былай қарап тұрсаңыздар. Олар тек қана бір нәрсеге бейінді болады да, сол бейінділікке, сол бір нәрсемен ғана қудалай береді. Ал біздің қазақстандықтардың бүкіл түрлі саланы меңгеретін жан-жақты екендігін ешкім айта алмайды. Сол баланың сөзінің соңында соны айтып жатырмын да. Және жаңағы профессорымызға бүгін болған курста, бүгінгі олимпиада жөнінде және бұның мақсатын, бұның міндетін, бұның қаншама маңыздылығын бағана өзінің сөзінде бүгін осы курсында да айттым. Бәрі қол соғып құттықтап жатыр. Сондықтан енді бүгінгі конференция өте жоғары дәрежеде өтсе екен деп тілеймін сіздерге. Қонақтарға келген қадамдарыңызға бөліп өтсін деп тілеймін. Осы технологиямызды одан ары қарай дамытып, осы технологиямен жұмыс жасап жүрген барлық әріптестеріме, жан-жақтарына осы технологияны